Тоқаев сөзсіз фаворит. Сайлауда жеңіске жететініне ешкімнің күмәні жоқ шығар. Бірақ қалай жетеді? Сайлаудан кейін қоғамда қандай имиджі қалады? Әрмен қарай халық биліктің кандидаты Тоқаевқа сене ме? Бұл бөлек тақырып. Политехнологтардың бір минусы билікке келген 2 айдан бері Тоқаевты халыққа жақын азамат ретінде көрсете алмады. Тоқаевтың имиджі елбасының тағайындаған кандидаты әрі офисте отыратын шенеунік аристократ деген түсінікте қалыптасқан. Тоқаев мырза 30 жыл салтанат құрған елбасы дәуірінде атқарған үлкен мінбердегі қызметтері арқылы ғана Тоқаев болып тұр. Өткен шақтың инерциясымен келе жатыр. Президент сайлауы қарсаңында Тоқаевқа жетпей жатқаны, мен президент болсам елде өзгеріс басталады деген мықты месседжді халыққа жеткізе де, сендіре де алмауы. Сайлау алды бағдарламасымен сөйлеген сөздері тым ресми. Бағдарламасы әдемі, сөзі тура, бірақ бәрібір халықтан алыс. Қоғам бір бөлек, Тоқаев бір бөлек әлем секілді. Политехнология тура елбасының кезінде қалай болса солай жалғасуда. Себебі елбасының имиджін жасаған политехнологтар туралы сол тактикамен Тоқаевтың да имиджін қалыптастыруда. Әдемі сөздермен сауатты жазылған бағдарламалар 30 жыл жазылды, айтылды. Қазір халық басқаға сенсе де биліктің мұндай тактикасына сенбейді. Бұл факт. Қарсыласы Қосановтың қолындағы басты көзірі де осы. Мен халықтың адамымын, 30 жыл жүйеден жалыққан, қоғамға өзгеріс мен алып келемін деген ұран. Шетелдегі Әблязовтың да айтатыны, бұл билік елден алыстаған, өзгерісті мен ғана алып келемін деген уәде. Дәл осындай жағдайда сайлауда жеңсе, Тоқаевқа әкімшілік күш пен елбасының қолдауының арқасында ғана жеңді деген тағы бір жағымсыз имидж келіп жабысады. Қазір Тоқаев президент болсам, елбасы замандағы ескірген дүниелерді болашаққа сүйремей, жаңа заманды бастаймын деп кесіп айта алмайды. Елбасы тұрғанда олай тіке айтуы қиын шаруа. Ол түсінікті де. Бірақ Ақордадағы барлық элита бір кеменің ішінде. Егер алдағы уақытта ел сенген тек Қосановқа ғана емес, сыртта жүрген Әблязовқа да мат қойғысы келсе, интернетті өшіріп көшеге шыққандарды қамамай-ақ, тура осы Тоқаевтың жаңа кезіндегі имиджін жаңадан қалыптастыру арқылы өршіп тұрған көп мәселені жанбай жатып сөндіруінде болады. Ол үшін Тоқаевтың жаңа президент екендігінен алғашқы күннен пайдалану керек. Егер бәрі дұрыс әрі сауатты жасалса, қоғамдағы Қосанов түгілі Әблязовтың сөзіне деген алаңдаушылықты да минимум түсіруге болады. Ол үшін не істеу керек? Қарапайым мысал, билігі ауысқан әрі менталитеті бізге жақын көрші Өзбектен үлгі алсын. Мирзиев билікке келе сала Өзбекстандағы негізінен қырғыз халқы қоныс тепкен бір ауылды бір айда жол салып, су тартып, үйлерін қайтадан салып, адам танымастай түрлендіріп бастады. Бұл арқылы өзбек қоғамына қандай месседж тастады? Мен президент болсам, алыс жатқан ауылдарға дейін жаңалықпен өзгеріс әкелемін. Каримовтың кезіндегідей қырғыз өзбек деп бөлмей бәріне тең қараймын деген халыққа тасталған ақпараттық подача. Өзбек қоғамын түгілі Орта Азияға дейін Мирзиевтің бұл әрекетін өте жылы қабылдады. Дәл осы секілді Тоқаев 2 айда Қазақстанның мүмкіндігімен бір ауыл емес, шығыс, батыс, оңтүстік, солтүстік елдің орталығы кемі 10 ауылды қайта құруына болушы еді. Бұл қазақ қоғамында сөзбен әдемі уәде емес, нақты іс ретінде өте жоғары бағаланатыны сөзсіз еді. Байқасаңыздар, қырғыз президентінің ұшақпен ел ішінде қарапайым халықтың арасында ұшып жүргені ақпараттық тұрғыда Орта Азияны шулатып жіберді. Жалпы өркениетті елдерде басшылардың елмен қатар жүруі қалыпты процесс. Тоқаев 2 айда ең болмағанда Алматыдан Астанаға 3-4 рет Қазақстан азаматтары мінген ұшақпен елмен бірге ұшып, 1-2 селфиға түсе салса, қазақ қоғам Тоқаевқа қарай құлаушы еді. 30 жылда қашан көрдің елбасының халықпен бірге ұшқан сәтін? Бұл қоғам тарапынан өзгерістің бір сигналы есебінде қабылданар еді. Туыстас түріктің президенті Ердоғаннан үлгі алсын. Ердоған Рамазан айында қарапайым кедей отбасының үйінен құрмасын жеп, қара нанмен шай ішіп, аузын ашып отырды. Егер қазіргі сайлау кампаниясы тұсында Тоқаев Астананың маңында тұрып жатқан тұрмысы төмен, көп балалы ананың үйінен дәл осылай ауызашар жасап, жағдайын сұрап, қарапайым халықпен бірге екенін көрсетіп отырса, қоғам шулап Тоқаевты өзіндей көруші еді. Одан кейін билікке молдалардың аузымен патша Алланың жердегі көлеңкесі деген сөзді айтудың да қажеті жоқ. Көп балалы аналарға 21 000 теңгеден беру идеясы сәл ертерек жасалды. Ақыры биліктің ауысатыны 2016 жылдан басталғаны алдын ала есептелген рас болса, әрі 21 000 теңге маусым айынан бастап беретіні бар екен,
Бұл идея ақпан айында емес, елбасы кеткеннен кейін Тоқаевтың аузымен айтылуы керек еді. Егер тауық пен оның жұмыртқасына дейін санамай әрбір туылған балаға беріледі десе, бүкіл Қазақстан Тоқаевтың қолдаушысы болатынына күмәніңіз болмасын. Билікте де жақпай жүрген министрлер мен әкімдер бар шығар, солардың 5-6-ның кемшілігін бетіне басып, жақсылап тұрып сөзбен сабап, оларды бүкіл халықтың көзінде козел отпущение жасаса, бұл да жаңа президенттің керек жерде қатал характері бар екенін, ел тізгінін ұстаса анау-мынау адамға бас ие қоймайтынын көрсететін месседж. Шыны керек, жоғарыдағы тактиканың бәрін қалпақпен ұрып алар бір саяси қадам бар. Оны жасай алса, әрине, ол Петропавл мен Павлодардың атын қазақшалау. Егер бұл қадамға бара білсе, елдің қолдауы Тоқаевта. Әлгі төрт аяқтап қолдаймын деген сөздер осы кезде шынайы айтылатын болады. Латын әрпіне көшуде де Ресеймен қатынасты бұзбай өте сауатты жасап жатырмыз ғой. Оның қасында екі қаланың атын ауыстыру түк емес. Қазақстан қоғамы бұл қадамға дайын. Егер ойларында болашақта билікті Дариғаға беру идеясы болса, қазірден бас тартсын. Түбі жақсылық емес. Елде саяси реформалар басталуы керек. Азаматтардың еркін ойын айтуына, саяси партиялар арасындағы бәсекелестікке жол ашылуы керек. Қарсы ой айтқанның бәрін жау емес, олардың елдің патриоттары екенін түсінетін уақыт жетті. Тоқаев қазақшасын жетілдірмесе, аяғын шалар үлкен минусы болады. Қытай, француз тілін меңгерген тұлғаға ана тілін үйрену проблема болмаса керек. Бастысы ниет пен шынайы ұмтылыс керек. Әрине, бұл әрекеттер елбасының имиджі мен эгосына біраз әсер етеді, бірақ жоғарыда айтқанымда элитаның бәрі бір кеменің ішінде. Халық көтерілсе бәрі бірге кетеді. Ішкі сыртқы жаулардан интернетті өшіріп, көшеге шыққанын соттап, қамап, қорқытып, үркітіп қорғанам десе қателеседі. Ең әдемі жол Әбләзовтың да, басқаның да алдын орап, халықтың сұранысына орай нақты қадамдарды жасау. Заманға сай өзгерістерді сырттан біреу келіп жасағанын қаламаса, халықтың көтерілгенін тоқтатқысы келсе, өздері сол өзгерісті бастауы керек. Билік өзгерістің тап өзі болуы тиіс. Дұшпандардың елді көтеруіне себеп те тақырып та қалдырмау қажет. Үнемі бір шагалда жүру керек. Осыны алдағы 2-3 айға жеткізбей бастай білсе, интернетті ашып тастаса да отыра бер алаңдамай. Қауіп келсе, халық өз-ақ көңіліне жаққан басшысын қорғап қалады. Тура әскери төңкеріс кезінде көшеге шығып, Ердоғанды қорғап қалған түрік халық секілді. Бірақ ол үшін бүгінгі элита өзін ұсынған кандидат Тоқаевтың жаңа екенін пайдаланып, елдің көңіліндегі қадамдарды жасау керек. Ұнамаса да, жақпаса да бұл қадамға баруы тиіс, себебі бұл қоғам мен заманның талабы. Осы арқылы ортақ кемедегі бунтты басып, әлі де кемі 10 жыл Қазақстан атты алып мұхитта алаңдамай еркін жүзе тұруға болады. Это народные деньги. Расхищать или присваивать их никому не позволено в нашей стране. Нам предстоит, наконец, навести порядок в сфере государственных закупок. Коррупция там просто зашкаливает. Она наносит прямой ущерб национальной безопасности. Поэтому мы будем решительно бороться с проявлениями коррупции, в том числе и прежде всего, может быть, именно в сфере государственных закупок.